Қайырлы күн. Құрметті көрермендер, мен сіздерге бүгін PDF файлды қалай документке айналдыру керек және документті қалай PDF-қа айналдыру керек. Соны көрсетейін деп отырмын. Ол үшін сіздерге жаңағы ағылшын тіліне ауыстырып I love PDF деген жаңағы сайтқа кіреміз. Сол жерде сіздерге онлайн инструменттер ашылады. Міне онлайн инструменттер. Объединить PDF, яғни сіздерде PDF файлдарыңыз жаңағы көп мегабайты көп болатын болса, памяти көп болатын болса, соның барлығын біріктіре аласыз. Немесе разделить, бөліп тастай аласыз, бөлек-бөлек шығарғыңыз келсе. Сосын міне сжать деген, яғни сондай көп не болады, бір дипломдық жұмыс, сондай нелерді жаңа памятін кішірейтіп жүктеушіне кейде флешкаға сыймай жатады сол кезде. Сосын міне PDF Word деп тұр, яғни PDF-ті жаңағы документке айналдыру. Сосын PDF PowerPoint, яғни дайын PDF файлды сіз интернеттен жүктеп алдыңыз, оны өзіңізге слайд ретінде жүктегіңіз келсе, слайдқа айналдыру үшін міне слайд PowerPoint осыған айналдырасыз. Сосын ары қарай PDF Excel, яғни PDF-ті Excel-ге айналдыруға болады. Сосын қайтадан Word вариантты, мысалы сіздің документті біреу өзгертіп тастамау үшін PDF-қа айналдырып жіберсеңіз болады міне. Оригиналды Word-ты қайтадан PDF-қа айналдырасыз. Содан кейін PowerPoint-ты PDF-қа айналдырсаңыз болады, дәл солай. Одан кейін Excel-ді қайтадан PDF-қа айналдырсаңыз болады. И редактировать PDF. Кейде біздер PDF-ті жаңағы редактировать ете алмаймыз, бір сөздерді қосқымыз келсе қоса алмаймыз, оған достық жоқ. Ол PDF деген, оны редактировать ете алмайсыз. Бірақ мына жерде мына инструмент арқылы, міне басу арқылы сіздер PDF-ті редактировать ете аласыздар. Одан кейін міне PDF JPG деп тұр, яғни бұл бізде сурет фото форматта. PDF-ті фото форматқа жүктеп алу. Одан кейін керісінше фото форматтағы жаңағы суретімізді PDF-қа жүктеу. Одан кейін подписать PDF. Жаңағы подписать деген өздеріңіздің электронды пошталарыңыз арқылы подписать етуге болады, немесе қол қойсаңыздар болады, ішіне что ол сіздердікі екен. Одан водяной знак. Өздеріңіздің PDF-қа жаңағы белгілі бір суретті знак тастап кетсеңіздер болады. Выберите положение, прозрачность и шрифт. Әр бетіне өздеріңіздің жаңағы бір штамптарыңызды, белгілеріңізді қойып кетсеңіздер болады. Одан повернуть, яғни PDF-тарыңыз жаңағы қисық қарап тұрса, теріс қарап тұрса, қайтадан айналдырып аласыздар былай. Сосын HTML PDF деген жаңағы URL адрестер болады. Мысалы YouTube каналының адрестері, соның барлығын PDF файлға көшіріп алсаңыздар болады. Одан открыть PDF. Кейде PDF файлдарда пароль болады, сол парольді ауыстыру үшін PDF-ті аша аласыздар. Одан защита. Керісінше жаңағы PDF файлдарыңызды пароль орнату арқылы жаңағы защитить, яғни қорғай аласыздар. Одан кейін организовать PDF деп тұр. Сортируйте страницы вашего PDF файла как вам угодно. Яғни сіздер жаңағы PDF файлдың ішіндегі страница беттерді орын ауыстыра аласыздар. Мысалы, мына бетті мына жаққа деген сияқты. Одан кейін PDF-ті және істейді файл соответствующий стандарту. Сіздер жаңағы неге, мысалы iPhone-ға көрінбей жататын болса, сол форматын таңдап өздеріңіз iOS немесе Android деген сияқты сондайға таңдай аласыздар ғой. Мен точно түсінбедім, но сондай сияқты форматын өзгерту. Сосын восстановить, яғни PDF-тарыңыз дұрыс емес болса, қайтадан восстановить етіп аласыздар. Өшіп қалса, ішіндегілер өзгеріп кетсе, таңдайлар. Одан кейін номера страницы. Жаңа PDF-ға номер страницы қойыласыздар. 1, 2, 3, 4 деген сияқты. И соны сканировать в PDF. Сіздер жаңа принтерға бір документті сканировать еткенде, сразу PDF-қа осы арқылы сканировать ете аласыздар. Одан кейін жаңағы сканированный документті сразу PDF-қа айналдыра аласыздар деп тұрмын. Ең соңғысы осы. Сол үшін осы жаңағы платформамен жұмыс жасасаңыздар өте оңай. Енді мен қазір PDF Word дегенді көрсетейін. Осы жерде оп-оңай выбрать файл деп шығады. Біз любой бір PDF файлды таңдайық. PDF файлымыз қайда бізде? Мен source очтарым қайда екен PDF-ті тұрған. Мысалы,
осыны файлға айналдырайық. PDF-та тұр. Добавить изображение файла дейді. Файлға изображение сурет қоса аласыз. Преобразовать PDF-ті бір нәрсе қызылмен тұрады, соны басамыз. Жасалып жатыр. Қазір документке айналдырып береді бізге. Документке айналдырғаннан кейін біз оны не істейміз? Қайтадан скачать Word деп тұр ғой. Не скачать етіп алдық, көрдіңіздер ме? Word түріне түсті. Енді осыны ашып, өздеріңіз редактировать ете аласыздар. Ішіне мысалы бір нәрсені қосып, бір нәрсені удалить етіп, кәдімгі Word сияқты редактировать ете аласыздар. Міне, Word-қа түсті. Біздің source очымыз. И келесі керісінше жаңағы естісек болады. Все инструменты деп тұрады. Керісінше документті PDF-ға айналдырсақ болады. Word PDF деп тұрады. Керісінше документті выбрать Word файл. Файлымызды таңдаймыз. Так, басқа бір Word-ті таңдайған. Қуғын сүргін ашық тәрбие сағаты дейді, мысалы, скачать етіп алған осы документті PDF-ға айналдырған. Мына жерді бассаңыздар, повернуть ауыстыра аласыздар, айналдырып. Өздеріңізге ыңғайлы форматқа. Конвертация в PDF деген басамыз. Скачать PDF деген басасыздар сосын. И міне PDF түрінде скачать етілді. Мен PDF-тар менде арнайы не жоқ болған, программа жоқ болған, осылай интернетте ашып, Google-да. Мына сценарийімізді PDF-қа айналдырып алдық. И осы жерде скачать PDF деп тұрады ғой. Сразу қасында мынандай инструменттер шығып тұрады. Продолжить, разделить PDF, защита PDF, организация, редактировать, сжать, мысалы, несі көп болса, памяти көп болса, сразу осы жерден кішірейтіп, сосын барып скачать етіп алсаңыздар болады. И потом объединить етіп скачать етіп алсаңыздар болады. Мына жерге жаңағы Google-да өздеріңіз Google Drive-та сақтап алсаңыздар болады. Ссылка берсеңіздер болады біреуге, или QR арқылы біреу сіздің осы неңізді алады. Одан Dropbox и удалить сразу. Осындай шығады. Сосын барып скачать етсеңіздер болады. Өте жақсы осындай онлайн платформа. Неше түрлі жаңа инструменттер бар. Мен алдында да жаңағы бірінші сыныпқа оқушыны қабылдау деген кезде барлық жаңа баламның суреттерін, документтерін осы жерден PDF файлға айналдырып, сосын оларды біріктіріп, объединиттеп біріктіріп, жаңағы порталға жүктеген болатын. Өте ыңғайлы платформа. Сондықтан барлықтарыңызға кеңес беремін қолдануға. Егер видео ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, комментарийлеріңізді жазып кетіңіздер. Тағы қандай жаңа PDF-тан Word-қа айналдыруға болатын платформаларды білесіздер, комментарийға жазып бөлісіп кетіңіздер. Бұның барлығы басқаларға өте пайдалы. Сондықтан еңбегімді бағалап, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің әлі де кеңестерім сіздерге айтар өте көп. Менің каналымды көріп жүріңіздер.